Сәлем достар, бүгін біз сіздермен чашкада дайын болатын, қазіргі таңда хит болып жатқан самсаның бір түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге тұз, бөлме температурасындағы су, ұн және ерітілген сары майымыз керек. Біз видеода көрсетілгенде етіп, тұзымызды бөлме температурасындағы суға қосып, жақсылап тұзы ерігенге дейін араластырып, ұнымызды, сары майымызды араластырып, жақсылап қамырымызды илеп шығатын боламыз. Қыздар, менің әдісім бойынша самсаны жасап көруге кеңес беремін. Самса өте керемет әрі сочный, дәмді болып шықты. Сіздерге менің видеомды толығына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Және де сіздердің өздеріңіздің сұраныстарыңыз бар болып жатса, комментарий бөліміне келесіде менен қандай тағам күтесіздер, соны жаза кетсеңіздер. Мен барлықтарыңыздың комментарийларыңызды жазып, сұраныстарыңыз бойынша жасауға талпынып тырысатын боламын. Және де егерде маған подписация етілмеген болсаңыздар, төмендегі подписация батырмасын басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де менің әрдайым жасап отырған барлық видеоларымды алдын ала ең бірінші болып көруді ұмытпас үшін сол колокольчик батырмасына басып кетсеңіздер болады. Мінекей қыздар, біз осылай қамырымызды илеп шықтық. Енді қазір 5-10 минутқа бетіне пищевая пленка немесе осылай салафанмен бетін жауып қоямыз. Және де ары қарай біз салмасына 2 пияз, 1 помидор және де орташа 3 картошкамызды қосып, барлығын видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап шығамыз. Барлықтарыңызды жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бір жасағаннан ақ, егерде осы видеодағыдай етіп жасайтын болсаңыздар, барлықтарыңызда бір жасағаннан шығатын чашкадағы самсаларыңыз шығатын болады. Өте керемет болып шықты, қыздар. Дәмі деген енді өте сочный, керемет болды. Сондықтан да жасап көріңіздер. Ешқандай қиындығы жоқ, және де уақыттарыңызды көп алмайды. Мінекей қыздар, мен етті бір күн бұрын дайындап, тоңазытқышқа салып қойған болатынмын. Менде ет орташа майлылықта болды, сондықтан да мен артық май қосқан жоқпын. Егерде сіздер майлы болсын дейтін болсаңыздар, өздеріңіз кішкене немесе еттеріңіз қатты майлы емес болса, кішкене құйрық май қосып жіберсеңіздер болады. Ал мен өзім осы орташа майлылықта ары қарай құйрық май қоспай өз майымен пісірдім. Және де дәмдеуіштеріңізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген түрін қоссаңыздар болады. Мен өзім зира, тұз және де қара бұрышты алып қостым. Сіздер өздеріңіз басқа да дәмдеуіштің түрлерін қоса берсеңіздер болады. Содан соң қыздар, менде осы жылқының майы кішкене ерітіп жіберіп, кішкене ғана мөлшерде қосып жібердім, өйткені дәмі кіреді және де майлы әдемі болады. Сочный болу үшін су қосып жіберіңіздер. Суды да көп мөлшерде емес, осылай ғана аз қоссаңыздар болды.
Енді барлығын жақсылап араластырып, салмамызды дайындап болдық. Енді дайын болып тұрған қамырымызды алып, бірдей етіп үлкен 4 бөлікке және орташа етіп 4 және де кішкентай 4 бөлшек етіп бөліп дайындап аламыз. Содан соң қыздар видеода көрсетілгендей етіп, қатты жұқа емес, қатты қалың емес етіп, қамырларыңызды жайып алыңыздар. Ал енді қатты үлкен емес және де қатты терең емес ыдыстарыңызды алып, осы ыдыстарыңызға қамырларыңызды жайып алып, үстіне салмасын саласыздар. Ал енді барлық қамырымызды біріктіріп, осылай етіп, жақсылап, суы өтіп кетпейтіндей етіп, түйіп аласыздар. Самсаның түбі қалың болып кетіп, немесе піспей қалады деп қорықпасаңыздар болады. Өйткені біздің самсамыз 45 минут, 40 минут піседі. Сондықтан да ешқандай қалың болмайды және де піспей қалады деп уайымдамасаңыздар болады. Ал енді біз қазір осы чашкамыздың астына тарелкасын жасайтын боламыз. Бұл біздің орташа қамырымыз. Бұл қамырды да қатты жұқа емес, қатты қалың емес қылып, орташа етіп жайып алыңыздар. Және де осы видеода көрсетілгендей етіп, чашкаларыңызды тарелканың үстіне аударып қоясыздар. Ажырап кетпейтіндей чашкаларыңызға астындағы тарелкасын жабыстырып, егер де жабыспай жатқан болса, осылай кішкене су жағып жіберсеңіздер, ол сол арада тез жабысатын болады. Мінекей қыздар, біздің чашкамыз тарелкасымен бірге дайын болды. Енді қазір біз крышкасын жасайтын боламыз. Осылай жаңағы кішкене алып қалған қамырымызды 3 бөлікке бөліп, ол екеуін лағман созғандай етіп, 2 бөлігін созып алып, оны бірге біріктіріп, узор жасайтын боламыз. Ол біздің қазір крышкамыз болады. Осы созылған қамырымызды басын біріктіріп, дәл видеода көрсетілгендей етіп өріп шығасыздар.
Оның ешқандай қиындығы жоқ. Жай ғана екеуін бірге бұрай берсеңіздер, өзінің осындай узоры дайын болып шығады. Енді біріктіріп, осылай крышкамыздың формасын жасап шығатын боламыз. Осылай форманың крышкасын жасап аламыз. Және де крышкамыздың ұстағышын жаңағы қалған кішкене қамырдан домалақ етіп, осылай крышкамыздың ұстағышын жасаймыз. Мінекей қыздар, біздің чашкамыз дайын болды. Енді қазір жұмыртқаның сарысына кішкене суды қосып, араластырып, осы самсамыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Пештеріңізді алдын ала 180 градуста қыздырып алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40 немесе 45 минут дайын болғандығына қарай пісіріп шығамыз. Мінекей қыздар, біздің самсамыз дайын болды. Самса енді өте керемет. Іші дегеніңіз сочный, дәмді болып шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Бір дестен бір жасағаннан шығады. Сондықтан да уайымдамай, еш қорықпай жасай берсеңіздер болады. Қазір біз осы пышақпен видеода көрсетілгендей етіп, крышкасын ашатындай етіп жасап аламыз. Өте қатты ыстық болып тұр. Мінекей қыздар, қараңыздар, қандай керемет чашкамыз шықты. Енді дәмі бұның сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Дәмі енді керемет болды қыздар, жасап көріңіздер. Сочный, және де барлықтарыңызда ең бастысы бір жасағаннан шығатын самса. Мен неге бір жасағаннан деп көп айтып жатырмын, өйткені қыздар, жасап көріңіздер, ерінбеңіздер. Барлықтарыңызда шынында да ол бір жасағаннан шығатын болғандықтан мен сіздерге осылай қайта-қайта айтып жатырмын. Сіздерге мотивация ретінде бір жасағаннан дайын болады деп айтып жатқан себебім де сол. Сондықтан да барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер.